жетпіс бөлім жүректегі мұз. Бүгінгі эпизод өте қызықты болады. Бунамидің ақшасын өз әйелі Жанан ұрлап жатыр. Бірақ бұны Бунами білмейді. Мелик пен Джейхан балаларына жиһаз іздеп жүр. Тіпті бөлмелерін әлден дайындап, тағайындап жатыр. Мелик қуанышты. Ал мынаяқта Бунами ойланып келе жатыр. Әйелін айтып келе жатыр. Шынымен де менің ақшам көп болады ғой, енді мен бай боламын ғой дейді. Жанан, сен бай боласың дейді. Бірақ мына жерде Жананның өзі Бунамиге алдын ала жоспар құрған екен. Бунами бұдан бейхабар. Тіпті қалай суретке түскеннің барлығы әдейі екен. Осындай тұзақ құрған Бунами түсіп қалады. Қаншама ақшасын Жананның адамдарына береді. Жанан оны бір ескі үйде шаң басқан өлмекші торы үйілген қуысқа тығып қойған. Осы жерден ақшасын алып көзі жайнап кетеді. Бұл өзінің күйеуінен ұрлаған ақшасы. Негізі Жанан өте дұрыс жасады, өйткені күйеуі оның измена жасайды. Ал мұнда Джейханның алғашқы ғашығы, бұл негізі Джейханның ізінен қалмай жүр. Осы үйге келеді гүл алып, бірақ оны Карика есіктің алдынан кіргізбей қуып жібереді. Карикаға есі кете ғашық болған Джейханның досы Назым деген осы жігіт гүлін әкеліп Карикамен жолығады. Бұнда Шаншанан әулетінің ескі үйі, барлығы бір-бірімен татулас осы үйде тұрып жатыр. Тіпті көңілді, барлығы да ешқандай реніш қалмаған. Киноның жалғасы бар. Тағы да келесі бөлімде өте қызықты сериялар болады.